Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, өте жұмсақ және нәзік болып шығатын пломбир тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен қайнатпалы пломбир кремін жасап алу керек. Ол кем дегенде 5-7 сағаттай тоңазытқышта тұру керек. Сүт, қант, жүгері крахмалы және жұмыртқаны бір келкі болғанша венчикпен араластырып аламыз. Орташа отқа қоямыз. Үзбей араластырып отырып, қайнағанға дейін жеткізу керек, бірақ қайнатпаймыз. Крем қоюлана түседі. Қоюланған соң басқа ыдысқа салып, үстін ас пленкасымен жауып, тоңазытқышқа 5-7 сағатқа қойып қоямыз. Торттың корждарын дайындаймыз. Ол үшін қойытылған сүтке жұмыртқаларды салып, миксермен бір келкі болғанша араластырамыз. Жұмсақ сары май қосып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Қопсытқыш, какао және ұнды елекпен елеп, массамызға қосамыз. Барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Корждарды пісіру үшін мен пергамент қағазын қолданамын. Үстіне 22 сантиметрлік кальцоны қойып, 2-2,5 қасықтай массамыздан салып, бір келкі қылып жаямыз. Кальцо болмаса, пергаментке домалақ сызып алсаңыз да болады, немесе пісіруге арналған формамен жасауға да болады. Менде 8 корж шықты. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 5 минуттай пісіріп аламыз. Корждарды бір-бірінің үстіне қоймаңыз, әйтпесе жабысып қалады. Креміне тоңазытқыштан жаңа шыққан салқын кілегейді миксермен қалпын ұстағанша дейін жақсылап араластырып аламыз. Тоңазытқыштағы қайнатпалы кремді алып, кілегеймен бірге жақсылап араластырамыз. Корждар осындай әдемі болып пісті. Пергамент қағазынан өте оңай алынады. Ал енді тортты жинаймыз. Торт сырғып кетпеу үшін ыдысымыздың астына кішкене крем жағып аламыз да коржды қоямыз. Үстіне 2-2,5 қасықтай кремнен салып тегістейміз. Осылайша барлық 8 коржды бәрін тегістеп жинап шығамыз. Қалған кремді жан-жақтарының бәріне жағып шығамыз. Тортты өз қалауыңызбен әсемдеуге болады. Мен какао ұнтағымен және құлпынаймен әсемдейтін боламын. Корждарына кремі жақсы сіңу үшін бірнеше сағатқа тоңазытқышқа салып қоюға болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Торт өте дәмді және керемет, нәзік болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.